Танымал тарихшы, медиевист Ювал Ноа Хараридің әлемдік деңгейінде талқыланған адамзат тарихына қатысты өзгеше көзқарас ұсынған танымал еңбектері қазақ тіліне аударылды. Сапиенс – адамзаттың қысқаша тарихы. Дүние жүзінің 45 тілінде 20-дан астам мемлекетте 7 миллион данамен таралды. Автор ғылыми технологиялық және мәдени өзгерістер туралы түрлі жаңалықтарды саралап, оларды жаңа көзқарас тұрғысынан талдайды. Homo Deus – болашақтың қысқаша тарихы. Бүгінгі күннің дилеммалары талқыланып, жан-жақты қарастырылған. Автор 300 жыл бойы үстемдік құрған гуманистік идеялардан туындайтын болашаққа болжам жасайды. 21 ғасырға 21 сабақ. Заманауи оқиғалардың түп маңызы, либералдық демократияның дағдарысқа ұшырау себептері, экологиялық апаттар мен жаңа жаһандық соғыстар. Сын-қатерлер тақырыбындағы өзекті сауалдарға жауап береді. Оқырманды қоршаған орта туралы түсініктердің бәрін қайта қарауға бағыттайды.